Қайырлы күн баршаңызға, келіп жеткен жаңа жылымыз барлығымызға да құтты болсын. Бүгін сіздермен жаңа жылдың алғашқы күнінде қойдың құйрық майынан осындай ролл түрінде жасалынған жақпа майдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ата-баба қазақтарымыз қойдың құйрық майының емдік қасиетін бұрыннан да біліп ерекше бағалаған. Қойдың құйрық майы негізінен семіздіктен емес, кәдімгі 12 мүшесі сияқты бір мүшесі ретінде бағаланған. Ендеше видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдыменен құйрық майымызды жуып тазалап алдық. Ұзыншалап кесіп алдық. Менде мына жерде 500 грамм қойдың құйрық майы. Ыдысымызға су құйып, біраз қасық тұз салып, 1 түйір пияз, 3-4 түйір лавр жапырағым, 10 шақты түйір қара бұрыш, 2 түйір сарымсақ салып, орта отта жарты сағат қайнатып аламыз. Құйрық майымыз пісті, жарты сағат қайнатып алдық. Енді блендерден не болмаса ет тартқыштан сарымсақпен бірге екеуін өткізіп аламыз. Құйрық майымыз бен сарымсағымызды блендерден өткізіп алдық. Енді көз жыбамен екіге бөліп аламыз. Блендердің стаканның түбінде қалған бөлігіне 1 шай қасық қызыл бұрыш, 1 шай қасық куркума және 1 шай қасық қара бұрыш салып, қасықтың ұшымен тұз салып, былғап аламыз. Болмаса блендерден 1 минутқа жетер-жетпес айналдырып аламыз. Блендерден өткізілген құйрық майымыз алғашқы күйінен қоюырақ болып шықты. Сонымен бірге түсі де осындай болып өзгерді. Енді екінші бөлігіне зеленый аджикамызды салып, 1 шай қасық қара бұрышымызды және тұзымызды салып айналдырып аламыз. Егер сіздерде зеленый аджика болмаса, укроп қосыңыздар, не болмаса өздеріңіз ұнататын дәмдеуішіне қосыңыздар. Енді майымызға ролл формасын беру үшін пищевой пленканы пайдаланамыз. Пищевой пленканы столдың үстіне тегістеп жайып алып, алғашқы дайындаған майымыздың жартысын темір қалақшаның көмегімен жайып аламыз. Үстіне екінші дайындаған майымызды жағамыз. Одан кейін бірінші майымыздың қалған бөлігін жағып, рулет қылып орап, сыртынан тағы да пищевой пленкамен тағы да орап, домалақтап ролл формасына келтіреміз. Осыдан кейін орап алғаннан кейін мұздатқышқа салып 5-6 сағатқа қойып аламыз. Мұздатқышта тұрған майымызды алып енді қалай шыққанымен бөлісейін. Иісін өкініштісі камера сіздерге бере алмайды. Бөлшектерге бөліп алып, пищевой пленкаға орап алып қойыңыздар, бөлектеп. 5 сағат мұздатқышта тұрған майымызды алып енді қалай шыққанымен сіздермен бөлісейін. Дәмі өте керемет болып шыққан. Иісін өкініштісі камера сіздерге бере алмайды. Дәл осындай бөлшектерге бөліп алып, пищевой пленкаға орап, керек уақытында алатын қылып, бөлшектеп орап алыңыздар, мұздатқышқа қайтадан салып қойыңыздар. Тұмаудың осындай өршіп тұрған уақытында ерекше емдік қасиетке ие майды сізде үйде жасаңыздар. Әсіресе жігіттеріңіздің көңілінен шығатыны сөзсіз. Видеоны соңына дейін көргендерің үшін көп рахмет.
Менің осы авторлық еңбегімді бағалап қолдап кеткен жандарға ерекше ризашылығымды айтамын. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Келесі менің видеомда кездескенге шейін қош сау болыңыздар.